Мен Кенжеқұлов Бейсенбай. Осы зауытта 2014 жылдан бері еңбек етіп келемін. Менің негізгі жұмысым қышқыл жүктеу. Теміржол цистерналары бар, және автокөлік цистерналары бар. Соларды жүктейміз. Одан да басқа 9 қоймамыз бар. Қышқыл сақтанатын. Әр қышқылға 1000 тонна қышқыл сияды, яғни кислота. Кислотада істегенде ең біріншісі ұқыптылық. Сақ болып істеу. Біздің учаскеде 10 рабочий бар, аппаратчик. 4 ауысымда істейміз, яғни смена ауысым деген. Күндізгі жұмысымыз келіп, басшылардың талабымен қышқыл жүктеу. Цистерналар бар, автокөліктер бар. Сосын жылына бір рет Қостанай облысында демалыс орны бар, яғни санатория. Ол да әркімнің қалауы. Оның 70%-ын профсоюзымыз көтереді. Жұмысыма ешқандай нем жоқ, жұмысымды жақсы көремін. Заводымыз да, басшыларымыз да жақсы. Әр мерекеде сыйақы береді, яғни премия.